Құлагер поэмасы сюжетті поэма. Оқиғаның әртүрлі тарауларда ат жарысын, құлагердің мерт болуын және де аханның қайғы шерге ұшырауын баяндаған суреттеген. Туған жер атты басқа тарауда ақын Көкшетауда жападан жалғыз қайыңды көлеңкелеп отырған қара шалды, оның үстінде ілулі тұрған аттың қу басын әңгімелейді. Міне, осы әңгіме жұмбақтың сырын айтпақ боп, ақын шегеніс жасайды. Бүкіл оқиғаны сол шегеніс арқылы береді де, аттың азалы әні. Соңғы тарауда баяғы алдыңғы тараудағы қара шал мен аттың қу басына қарай оралады. Поэма сюжетін құрудағы бұл қаусырмалы композицияны ақын шебер де ұтқыр пайдаланады. Поэманың дамуы ахан серінің құлагермен бірге атақты Сағынайдың асына келуімен байланысады. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ахан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңғалып, алғашында көңілдері толмайды. Күреңбай сыншы келіп, құлагердің бабы мен сынын дөп басып айтады. Күреңбайдың сынын естіген Батыраш құлагерге тісін қайрап, тұзақ құрады. Батыраштың құлагерге жасаған қастандығы ахан үшін орны толмас қайғыға айналады. Соқтыққа толы тар заманға сыя алмай, ахан басы ауған жаққа кетіп қалады. Поэмадағы ахан сері образын сөз еткенде құлагерді айту аса қажет. Ауыз әдебиетіндегі аттар әсірелеу арқылы берілсе, Ильяс құлагерді әсірлемейді, кейіптеп суреттемейді. Сол заманның зұлым күшінің нақтылы өкілі ретінде поэмада көрінетін кейіпкер Батыраш. Батыраштың ұнамсыз кейіпкер екені оған ақын берген мінездемеден көреміз. Осы Батыраштың зұлымдығы поэма оқиғасын шиеленісуі әрі шешілу үстінде көрінеді. Ал поэманың тіл байлығы төтенше. Өзге поэмалардағыдай бұнда ақын ерекше төгілген. Құлагердің тілінің құнарлығы адамды эстетикалық ләззатқа бөліп, бірден баурап алады. Басқа поэмалардағыдан қарағанда ерекше. Сондықтан да Құлагер поэмасы қазақ тарихындағы ең үздік поэмалардың бірі. Жұрт жоқтап, қапыда қалған қайран атты, әр жақта ел бұлбұлы сайрап жатты. Ішегі домбыраның сыңсып жылап, әншілер құлагерге бай-байлатты.